2018 жылы Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының қолдауымен осы берік отбасы бағдарламасы дайындалды. И где-то в 2019 году, значит, мы пригласили 2 международных тренеров с Великобритании, с университета Оксфорд-Брукс, которые непосредственно занимались в свое время адаптацией этой программы. My journey in Kazakhstan has seen me train trainers, facilitators, and master trainers across the country, from Astana, which became Nur-Sultan, to Almaty, to Pavlodar, to Atirau, to Shymkent. From the outset, the teachers we trained were professional, motivated, clearly highly qualified to deliver the program to families and also to become trainers of trainers and master trainers. Сол 2018 жылдан бастап 5 жылдың ішінде 3000-нан астам отбасы осы бағдарламаның қатысушы болып табылады. Практически в первый же год во всех школах подготовленные фасилитаторы провели, набрали семьи. В основном это были дети 12-13 лет, 7-8 класс, и родители. It's been proven to be effective in reducing multiple risk factors for later alcohol and drug abuse, mental health problems and delinquency. Бағдарламаның негізгі мақсаты ата-ана мен оқушы арасындағы қарым-қатынас. Ата-ананың бала тәрбиесіндегі позитивті қарым-қатынасын, немесе өз пікірін орынды, тиімді, конструктивті түрде жеткізуге бағытталған. Бұл жерде жаңағы 7 аптаға созылған бағдарламада бірнеше әртүрлі тақырыптар қамтылады. Екіншіден, бұл тәжірибе, бұл теориялық тек қана біліммен шектеліп қалмайды. Балаларға бөлек, ата-аналарға бөлек болды ғой. Сонда балаңды қаншалық түсінесің деген сондай тапсырмалар болды ғой. Оларға андай қазына табу деген бір тапсырмалар болды. Сон бізді бәріміз жазатын, оқытып жазатын болып біріктіріп, немен табу керек болды. Қайсысы сен балаңның қазынасы деп. Папасы екеумізде бір көріп білдік. Келген кезде бағдарлама барысында да тіпті ата-аналар сол өзінің қаншалықты баласын жақсы көретіндігі, оған қалай мақтан тұтатындығын, соның бір жақсы сөздермен, дұрыс сөздермен жеткізе білу, ол да тәжірибелік тұрғыда сондай жұмыстар жасалынады. 42-тен бастап сол бағдарламаға қатыстық. Бағдарламаға қатысқанда осы шын керек болса да баламен арасындағы жаңағы кейбір проблем моменттері бойынша көрдік. Қалай, например, манипуляция жасауы мүмкін да балалардың. Кішкентайға олар біледі. Содан да басқа мынандай кемшіліктер болды да, үйге келіп, жұмыстан кейін келгеннен кейін, например, болады ғой, настроение жоқ, басын ауырып келеді. Содан кейін балаң бір нәрсе білдіріп қойса, оған дауыс көтеру мүмкінсің. Осы бағдарламаның арқасында қатынасымыз жақсарды. Но я вам точно могу сказать, что те родители, которые проходят полностью 7 недель, и даже те родители, которые посещают 5 недель занятий, у них на самом деле происходит некий такой поворот в вопросах воспитания, в вопросах, как, значит, общаться с ребенком, который вошел в подростковый возраст. Біз көп сөйлеспейміз, өзіміздің идеямызды балаға сіңдіргіміз келеді. Баланы көп тыңдамаймыз. Сол тыңдау керек дегенді айтты. Бірге өткізетін вақыт, бірге сөйлесетін, бір-бірін түсінетін вақыт сәл көбірек болу керек екен негізінде. Я знаю, что многие родители испытывают сложности именно в период, когда дети входят в подростковый возраст. Бұрында киноларда да көргенде біз ойлайтынбыз, бізге түсініксіз болатын. Неге олар психологтар болады, психотерапевтерге қатысатын. Өйткені ол жерде адамның ойын емдейтін адамдар дейді ғой. Сол сияқты мына жерде де ішіңізде, отбасыңызда болып жатқан заттарыңызды сізге реттеп,
үйретіп береді сізді. Дети, которые остаются без внимания, дети, которые остаются без поддержки родителей в силу того, что они переключаются или на работу больше, или на воспитание там, младших детей, и считают, что подростки уже самостоятельно могут там решать какие-то вопросы и так далее, это не совсем верно. Біз өз ойымызбен келіп, балаға кейде мән бермейміз. И өзің келесінде сосын қойшы дейсің, басым ауырып тұр. Бар, өзің ойнаш деп, сөйтіп айтып береміз. Балаң одан көңілі қайтып қалады. Все дети нуждаются в любви, заботе и поддержке. И каждому ребенку эта забота, поддержка нужна, и особенно в подростковом возрасте. Курстан кейін ол өзінің ойларын айта алады. Бұрын ішіне сақтап қалуы мүмкін, көбінесе айта алмайды. Біз ұрсады деп ойлайтын болу керек. Бұрын шынымен солай болды ғой енді. Оны мойындау керек деп. Осы бағдарлама негізінде тек қана жаңағы ата-ана мен бала емес, балалардың да өзінің сыныптастарының арасында түрлі жағдайларға дайын болу. Енді бала болғаннан кейін түсініспеушілік болады. Сондай жағдайда бала қалай іс-әрекет жасау керек? Например, сізге бір определенный сумма ақша келсе, айтайық енді 1 миллион теңге де, сіз не істейсіз? Балаңыз қандай желаниесі бар екенін сол туралы жазасыз. Балаға да сондай не беріледі. Бала да жазу керек, ата-анасы не істейді, қай жерге оны жаратуы туралы. Сонда екеуміздікі сәйкес келді. Те семьи, которые испытывают сложности в коммуникации со своими детьми, мы просто видим, что, например, эти дети не хотят выходить, рассказать о своих каких-то, так скажем, достижениях или, например, выполнив какое-то задание, они не хотят рассказать, как у них это получилось и так далее. То есть мы видим такие семьи. И эти семьи на самом деле они нуждаются вот в таких программах, потому что в конечном итоге, в результате родители дают обратную связь, что они много что увидели со стороны в сравнении с другими семьями. SFP 10-14 is widely used as a universal primary prevention intervention in communities and schools and is recognised both nationally and internationally. Thanks to the strong commitment of the Government of Kazakhstan and the Autonomous Education Organisation, Nazarbayev Intellectual Schools, the SFP 10-14 prevention program has been adapted and expanded in secondary schools throughout the country. Я считаю, не только для ниш, но и для всех школ Республики Казахстан необходимо внедрять подобные программы. То есть как раз сейчас необходимы такие программы, где есть вот такие оценочные инструменты. Не во всех программах такие оценочные инструменты есть,